Баршаңызға сәлем. 3-ші сынып математика сабағы, 4-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы үш таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Күн райының адам өміріне әсері. Бүгін сендер үш таңбалы сандарды қосуды және азайтуды үйренесіңдер. Бірінші есеп, мына сандардың моделін жаса, жүздіктерді, ондықтарды және бірліктерді қандай да бір заттармен, фигуралармен белгіле. Осы сандар туралы айтып бер. Міне жүздікті біз үш бұрыш қылып аламыз. Бір жүздікті, екі жүздікте демек екі үш бұрыш болады. 20 деген санды біз төрт бұрыш қылып алдық, шаршы пішінді. Міне бізде ондығымыз, бұл ондық, демек 20 шығу үшін біз екі ондықты суретін салуымыз қажет. Сонда бізде 100, 100-ге 100 қосамыз 200, мына екі ондықты қосқан кезде 20, 200-ге 20 қосқан кезде 220 шықты. Келесінде 324, демек 3 бұрыш сызамыз. Міне 100, 200, 300, 300 болды. Енді мұнда 20, яғни екі ондықты жазамыз. 20, 4 деген сөз бізде кішкене дөңгелек пішінді салып шықты. Бұл бірлік. Демек бұл жерде 4 бірлік бар. 4 бірлік, 2 ондық және мұнда 4 бірлік бар. Мұнда 2 ондық, мұнда 3 жүздік бар. Сонда мәні 324 шығады. Мұнда 20-дан кіші сандарды жазып көрсеттім. 100-ден кіші сандарды. Мұнда 200-ден үлкен сандарды жазып шығамыз. Ал мұнда 324-ден кіші сандарды, жүздіктерді жазып көрсеттім. Екінші есеп, есептеуді түсіндір. Екінші есеп, есептеуді түсіндір, мәндерін табуымыз қажет. Мұнда 678 қосылған 2 деп бір. Енді біз соны қосуымыз қажет. Ол үшін назар аударамыз, бізде тек қана бірлікті қосты екен. Демек, біз бірлікті қосу үшін бірлік берілген қосылғыш. Осыны бірлікке бірлікті қосу арқылы есепті шығарамыз. 670, демек бұл бөлек жүздік пен ондық. Бұл жерде бірлік пен бірлікті қосуымыз қажет. 670-ге 8-ге 2-ні қосамыз 10. Енді 670-ге 10-ды қосамыз. Ол үшін тиімді тәсілі дәл осылай. Мен мұнда да жазып көрсеттім сендерге. Қазір де тиімді тәсілін көрсетемін. 0-ге 0-ді қосамыз 0 болады. 0 болады. 7-ге 1-ді қосамыз 8 болады. Осылай жылдам шығарсақ болады. Және мұнда қосатын жүздік жоқ, сондықтан 6-ның өзін жазамыз. Сонда мұнда 680 деген сан шығады. Дәл осылай тиімді тәсілмен жылдам шығарсақ болады. Ондыққа бірлікке бірлікті қосамыз 0, 1-ге 9-ды қосамыз 10, 0 түсіп 1 ойда, 7-ге 1-ді қосамыз 8, сонда мәні 800 шығады. Келесінде де бірлікке бірлікті қосамыз 10 болады. Міне 10 болады, яғни сандарды ондыққа дөңгелектеу деген тақырыпты өткенбіз. Міне соған сәйкес есептер болар. Дәл осылай шығарамыз. 992-ге 8-ді қосқан кезде 2-ге 8-ді қосамыз 10, 990-ға 10-ды қосамыз 1000 болады. 680-нен 2-ні азайтамыз. 2-ні азайтамыз. Бұл жерде мұнда 2-ні азайту үшін 0-ден 2-ні азайта алмаймыз. Өйткені 2-ден 0 кіші сан. Сондықтан 8-ден қарсы тұраймыз. Мұнда біз қарсы тұрғандықтан бізде бір сан кемігендіктен 670 деп жазамыз. 670-ге 10-ды қостық. 670-ге 10-ды қостық. 680 болып тұр. 680-нен 2-ні алған кезде бізде 678 шығады. Міне 10-нан 2-ні алған кезде бізде 10 саны шықты ғой. 678 шығады. Дәл осылай есептерді шығарамыз. Үшінші есеп, есепте. Мұнда есептер берілген баған түрінде қосу және азайту, үш таңбалы сандарды бір таңбалы санға қосу және азайту. Ол үшін алдыңғы мына екінші есепке назар аудара отырып, бірлікке бірлікті қосып, бірліктен бірлікті азайту арқылы үшінші есепті пысықтап шығарамыз. 576-ға 4-ті қосқан кезде бірлікке бірлікті қосамыз, 6-ға 4-ті қосамыз 10, 0 түсіп 1 ойда болады. 10, 0 түсіп 1 ойда болады. Енді 7 ойдағымен 8, 5-тің өзін жазамыз. Сонда 580 шығады. Келесі 593-те 3-ке 7-ні қосамыз. Мұнда 3-ке 7-ні қосамыз. Бірлікке бірлікті 10 болады. 0 түсіп 1 ойда. 9 ойдағымен 10, 0 түсіп 1 ойда болады. 5 ойдағымен 6 болады. Міне осылай есептерді шығарамыз.
азайтуға берілген есеп. Мұнда 1000-нан 7-ні азайтамыз. Бұл жерде 0-ден 7-ні азайта алмаймыз. Сондықтан мұна ондыққа назар аударамыз, қарсы сұраймыз. Сонда бізде мұнда 10 болады. Мұна жерде 10 болады, және де бізде мәні 993 шығады. Есеп түсінікті болып жатыр деген ойдамын. Келесі, 4-ші есеп. Есептеу тәсілін түсіндір. Мұнда сызба бойынша қосуымыз қажет. 468-ге 7-ні қосамыз. 468-ге 2-ні қосамыз. Және екеуінен 468-ге 7-ні қосқан кездегі мәні және де осы нұсқа бойынша есептерді қосып шығамыз. 468-ге 2-ні қосамыз мұнда. Және де екеуін қосқаннан кейін мұнда да 5-ті қосуымыз қажет. Және мұнадан шыққан санға да 5-ті қосуымыз қажет. Ол үшін жақшаны ашып қосу 5 дейміз. Сонда екі жақты мұнадан шыққан сан 470 болады. 470-ге 5-ті қосамыз. Тағы 5-ті қосамыз. Сонда бізде 475 шығады. Келесі, 302-ден 9-ды азайтамыз, жазып аламыз. Жақшан осының мәні тең, және осының тең мәні. Енді 302-ден 2-ні азайтамыз. Және де одан шыққан саннан 7-ні азайтамыз. 300-ден, мұнан азайтқан кезде 300 шықты. 300-ден 7-ні азайтамыз, мәні 293 шықты. Келесі, 622-ден 6-ны азайтамыз, тең дейміз, яғни теңдіктегі мәнді табуымыз қажет. 622-ден 2-ні азайтамыз. 620 шығады, 620-дан 4-ті азайтамыз, мәні 616 шығады. 876-дан 76-ға 8-ді қосамыз, тең дейміз, мұндағы теңдіктегі мәні. Енді 876-ға 4-ті қосамыз. Одан шыққан санды, мұнадан екеуінен шыққан санды 4-ке қосамыз. 880 шығады, 880-ге 4-ті қосамыз, сонда 884 шығады. Мұндағы қосқан сан мен мұнда шыққан сандар мәні бір болу қажет. Осыны ескеруіміз қажет. 5-ші есеп, есепті шығар, кері есеп құрастыр. Шартты есеп, мәселе есеп. Біз бірінші мәнін табу үшін есептің шартын толық түсініп алуымыз қажет. Тәжірибелі метеоролог бір жылда 240 болжам, ал көмекшісі одан 115-ке кем болжам жасады. Олар жыл бойы бірге қанша болжам жасады? Енді мұнда екі адамды айтып тұр. Көмекшісі өзінің маманына қарағанда 115-ке кем болжам жасап отыр. Енді біз бұл екеуінің бірге жасағанда бір жылда қанша болжам жасаған табуымыз қажет. Міне тәжірибелі 240 болжам жасады. Ал көмекшісі тәжірибеліге қарағанда 115-ке кем жасады. Енді біз бірінші көмекші неше болжам жасаған табуымыз қажет. Ол үшін 240-тан 115-ті аламыз, 125 болады. Сонда көмекшісі 125 болжам жасады. Енді тәжірибелі мен көмекшісі 240-қа 125-ті қосамыз, 365. Сонда бұлар барлығы 365 болжам жасады. Онда өрнек ретінде көрсетіліп тұр. Бірінші көмекшісінікін табамыз, содан кейін барып тәжірибенікін қосамыз. Сонда мәні 365 шығады. Енді кері есеп құрастырамыз. Тәжірибелі неше болжам жасағаны белгісіз. Көмекшісі 125 болжам жасады. Бірақ тәжірибелі көмекшісіне қарағанда 115-ке артық жасады. Тәжірибелі неше болжам жасады? Міне тәжірибелі неше болжам жасады? Ол үшін біз 125-ке 115-ті қосамыз, 240 болады. Сонда бізде тәжірибелі маман 240 болжам жасады. Өзі 240 болжам жасады, көмекшісі 125 болжам жасады. Екеуі қосып барлығы 365 болжам жасады. 6-ші есеп, бірінші мысалды шығар,
Бірінші мысалды шығар, олардың жауабын пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап. Біріншіге назар аударамыз. 650 қосылған 40 азайтылған 390. 650-ге 40-ты қосамыз, 690, 690-нан 390-ды азайтамыз. Ол үшін бірліктен бірлікті азайтамыз, 0-ден 0-ді азайтамыз, 0 жазамыз, 9-дан 9 азайтамыз, 0, 6-дан 3-ті азайтамыз, 3 мәні 300 шықты. Енді бұл жерде 5 назар аударамыз. Мұнда 10-тық 5, 6, 7. Демек сендер әр шыққан санға 1 10-тықты қосып отыруларын қажет. Мұнда 300 шықты ма? Демек мұнда 310 деген жауап шығады. Ал мұнда 320 деген жауап шығады. Себебі 10-тықтар 1 10-тықтан қосылып отыр. Бірақ бұл жердегі амалдар еш өзгерілмеген, және де азайтқышта ешқандай өзгермеген. Азайғышта өзгермеген. Келесісінде дәл солай шығарамыз. 560 азайтылған 100 қосылған 60. Бірінші жақшаны орындап аламыз. 100-ге 60-ты қосамыз, 160. 560-дан 160-ты азайтамыз. Ауызша азайтамыз. 0-ден 0-ді азайтамыз, 0. 6-тан 6-ны азайтамыз, 0. Және 4-тен 1-ді азайтамыз. 5-тен 1-ді азайтамыз, 4. Сонда мәні 400 шықты. Ал енді бұны қалай есептемеу үшін бұл жерде біз назар аударамыз. Мұнда жүздіктердің барлығы бірде берілген, 560. Мұнда 100-дік толық берілген, өзгеріс мұнда 10-тықта болып тұр. 60, 40, 20. Демек 60-тан 40-ты алсақ 20 болады. Демек біз 20 10-тыққа қоса отырып, 20 10-тықты қоса отырып, есептің мәнін табамыз. Мұнда 400 шығады, мұнда 420, мұнда 440 шығады. Келесінде де 810 қосылған 90 азайтылған 100. 810-ға 90-ды қосамыз, 900. 900-ден 100 азайтамыз, 800. Енді назар аударамыз мұнда 10-тықтарға. 90-нан 60 аламыз, 30. Демек біз 30-ға кемей отырып, есептің мәнін табуымыз қажет. Біріншісі 800 шықты. 800-ден 30-ды аламыз, 770 шығады. 770-ден 30-ды азайтамыз, 740 шығады. Мәні осылай табуға болады. 7-ші есеп. Балалар күн райын бір апта бойы бақылады. Кестеге қарап, сұрақтарға жауап беріңдер. Мұнда апта күндері берілген: дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жаңбыр және жел күндерді көрсетіліп тұр. Жел болған күндерді атаңдар. Жел болған күндер міне бізде сейсенбі және сенбі. Ал жаңбыр болған күндер, жаңбыр жаумаған күндерді атаңдар. Жаңбыр жаумады бізде сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Жаңбырда, желде болмаған күндерді атаңдар. Желде болмаған күндер бұл бізде сәрсенбі, жұма және жексенбі. Сабақ сендерге ұнаса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңдар. Алдағы уақытта күнде осындай сабақтар шығады. Көріп отыру үшін тіркеліп қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.